Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен Маңғыстау газетінің YouTube жобасы «Іскерлік әңгіме подкасты». Біздің кезекті қонағымыз Транстелеком компаниясының Ақтау қалалық филиалының директоры Әділет Сейілханов. Әділет мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, армысыздар, көрермендер. Өзіңізге алғашқы сұрақ, көрерменге бірінші өзіңіз туралы аз-кем айтып өтсеңіз, бұл байланыс саласына қалай келдіңіз, бұл бағыттың болашағын жалпы қалай көресіз? Иә, мен өзім Абай облысы Аягөз ауданының тумасы, атым Әділет Жұмағалиұлы Сейілханов. Өзімнің кәсіби жолымды Аягөз аудандық торабында қатардағы қызметкер ретінде бастадым. Сонымен қатар жұмыс барысында енді ең бірінші бізде интернет желісінің диалап деген 8 арқылы қосуды қостық. Одан кейін мегалайн жүйесі сындық. Қазіргі таңда талшықты интернет қосу жобасына кірісіп, көптеген жобаларды байланыс саласында атқарып жүрдік. Енді біз өзіміздің процесстерді басқару, телекоммуникациядан басқа адам басқару сияқты адамдармен жұмыс істеу, соның саласын үйреніп, ары қарай жаңағыдай облыс деңгейіне жұмысқа ауысып, аудитор болдық. Сонымен қатар қазіргі таңда Транстелеком компаниясының Ақтау, Маңғыстау, Киелі Маңғыстау жеріндегі Ақтау филиалының басқарушы директор болып қызмет атқарып жүрмін. Бүгінгі таңда келгеніме 1 жылдан асты. Басқарушы директор қызметін атқарып жатырмын. Енді біздің жұмыс саласын айта кететін болсақ, Транстелеком компаниясы Қазақтелекоммен қатар ірі оператордың бірі. Бүгінгі таңда байланыстан басқа біз жаңағы IT технология, цифровизация дейді, сол бағытта көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Біздің Қазақстан бойынша 14 филиалымыз, 3000-нан астам жұмысшыларымыз, қызметкерлеріміз бар. Көптеген ауылдық елді мекендерде интернет қызметін көрсетеміз. Сонымен қатар жаңағындай бүгінгі таңдағы цифровизация бойынша, қауіпсіздік бойынша, инфоқауіпсіздік бойынша көптеген жұмыстар атқарып, ақылды мектеп, ақылды байланыс саласы, ақылды көптеген жаңағы жасанды жүйелер бойынша қазіргі таңда өте белең алып тұрған, қажеттілік болып тұрған. Сол салада жұмыс атқарып жатқан компания үлкен. Саладағы соңғы 15-20 жылдағы өзгерістерді жалпы қалай бағалайсыз? Осы цифрландыру мен жасанды интеллекттің бұл салаға ену жұмыс бағытын өзгертті ме? Енді бүгінгі таңда Қазақстан болса да біздің компания болсында 10-15 жыл ішінде үлкен серпін алды деп айтуға болады. Өйткені біз осыдан 10-15 жыл бұрын егер жаңағыдай сымнан талшықты жүйеге өттік. Сонымен қатар дата-центр дейді, көптеген жаңағы жинау жүйелері, жасанды жүйелер бізге қолданысқа орын тапты. Біз бұрынғыдай реактивті жұмыс емес, қазіргі таңда алдын ала болжау жұмыстармен жасап, бұзылымдарды біз уақытында қарап, жаңағы болашақты алдын ала біліп отырамыз. Ол жаңағы көптеген жасанды жүйелер, көптеген технологиялар бізге сондай мүмкіндік береді. Алайда жаңағы бізді ол бәрібір шешім қабылдайтын, жұмыс жасайтын адам, соған байланысты негізі адамдарды, жастарды тәрбиелеуге, білімді, білікті тәрбие беруге біз үлкен көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан технологияның дамуында, цифровизацияның дамуында барлығы біздің жастардың, мамандардың біліктілігі мен мамандардың жаңағы білімділігіне үлкен байланысы бар. Байланыс сапасын арттырудағы ең өзекті мәселе деп нені атап өтер едіңіз? Байланыста жаңағы ең бірінші жаңағы айтып өтетін инфоқұрылымның дұрыс болуы, одан кейін жаңа тұрақты энергетика көзі. Сонымен қатар жаңада айтып өттім, адами фактор жаңағындай сапалы, білімді, білікті мамандардың болуы. Бірінші қатарға неге энергетиканы қойып отырмын? Өйткені бізде жүйе қандай жақсы болса да, оның тоқ көзі үздіксіз болу керек. Өйткені ол энергия қуатсыз ешқандай жабдық жұмыс жасамайды. Екіншіден жаңағы инфоқұрылым. Ол жаңағыдай мектептердегі, жаңағы мемлекеттік органдардағы сон болсын, кез келген бөлімдерде жұмыс толыққанды әр компьютерға барып тұру үшін, демек ішіндегі инфоқұрылым дұрыс болу керек. Ол инфоқұрылым жеке
ғимарат ішіндегі инфрақұрылым, жеке қала ішіндегі инфрақұрылым, сонымен қатар мемлекет деңгейіндегі инфрақұрылымның дұрыс болуы үлкен әсерін тигізеді. Қазір өзіңіз басқарып отырған компанияның Ақтау қаласында филиалында қанша маман қызмет етеді? Жалпы сіз үшін табысты команда деген не? Біздің қазіргі Маңғыстау өңірінде біз Жаңаөзен, Бейнеу, Шетпе, Қарақия аудандарында, сонымен қатар Ақтау қаласында, Мұнайлы ауданында барлығы 100-ден аса қызметкер жұмыс атқарып отыр. Білікті, жақсы мамандар өздерінің ісінің біледі, мамандар. Тек қана ол жаңағы дұрыс басқара білу керек, ол басшының міндеті. Адамдардың жаңа айтып отырған команда деп отырсыз ғой, командада ең бірінші сенімділік. Адам ең бірінші өз-өзіне сенімді болу керек, біліміне сенімді болу керек. Одан кейін адамдардың бір-біріне деген сенімділік, одан кейін әділдік. Жаңағындай сенімділік, ашық, бір-бірімен сөйлесе білу керек, тыңдай білу керек. Мен өз жұмысымда кез келген болды, мен айтып отырып, бірнеше филиалда жұмыс істедім. Көптеген жетістіктерін атап өтсек, Ақтау филиалы соңғы жылда үлкен жетістіктерге жеттік. Ол сырттан ешқандай маман тартылған жоқ, ешқандай жаңашылдық енгізген жоқ. Тек қана жаңағы ұйымдастыру жұмысы орындалды. Ауызбіршілік, сол ауызбіршілікпен жаңағы ашықтық, сенімділіктің арқасында үлкен жетістіктерге жеттік. Сондықтан ең көрсеткіш адами көрсеткіштер деп ойлаймын. Адамгершілік жаңағындай бірінші алға дұрыс қойылатын мақсатты сенімділікпен қарау керек, білу керек, орындалады. Білуімізше, сіз байланыс саласында 2007 жылдан бері еңбек етіп келесіз. Бұл деген енді аз уақыт емес. Осы жылдар аралығында бұл қызмет сізге нені үйретті? 2007 жылдан бастап үйреткен кезде бізге ол жаңағы айтып өткен өзіңе деген сенімділік, білімді болу керек, талпыныс болу керек әрқашан, адам ізденісте болу керек. Кез келген жетістік жаңағы адамдардың сенімділігімен бір-біріне деген ашықтық. Адам білімді болу керек. Жаңа Бауыржан Момышұлы айтып отты ғой, мінез адамға керек. Мінез болу керек адамның әрқашан. Кез келген шешімді дұрыс қабылдау үшін. Қандай да жаңа технология еніп жатсын, автоматизация болсын, цифровизация болсын, шешімді қабылдайтын адам. Сондықтан шешім қабылдаған кезде жан-жақты ойланып, ол шешімнің ешкімге кері әсер етін болмайтын, жаңағындай айтады ғой, звено деп, кез келген звенодағы адамдарға тек қана жақсылық жасайтын шешім болу керек. Жаңағындай цифровизация болсын, жаңа жүйені енгізу болсын, ол адам өмірін жеңілдету, адам өмірін жақсарту. Ол соған бағытталу керек әрқашан. Сондықтан алдыға қойған мақсатымыз дұрыс болса, ол шешім қабылдау кезіндегі соған үйретті. Дұрыс бағдар жасауға. Байқауымызша, сіздің қол астыңызда жас мамандар көп. Сіз қазір жастармен қалай тіл табысасыз? Қазіргі таңда жаңа айтып өткендей бірден бір ол адами жаңағы кадрлар, адамдар дейді. Жаңа техника, технологиядан басқа адамдар қажет. Жұмыс істеуге, шешім қабылдайтын, жұмыс жасайтын. Сондықтан ол жастар, білімді жастар өте көп, тек қана оларға тәжірибе берілу керек, оларға кішкене тәрбие берілу керек. Қазір жаңа тәрбие дегеннен шығады, біздің ұлтымыздың тәрбиесі негізі өте жақсы. Сол тәрбиені дұрыс дәріптей білу керек. Одан кейін дұрыс тәрбиелі адамға білім берілсе, ары қарай жақсы болады деп ойлаймын. Олармен әңгімелесіп, қалай жетістікке жетуге болады, оларға кішігірім жоспарлар беріп, жетістік үшін мақтап деген сияқты әрбір қарап, олармен тығыз қарым-қатынасты болу керек. Бүгінгі таңда біз университеттермен, жергілікті Ишенев университет, қазір сонда мен MBA білімін алып жатырмыз. Одан кейін колледждермен жұмыс істеп жатырмыз. Көптеген жаңағы хакатондар, жаңағы көптеген ұйымдастырады іс-шаралар жаңағы дамыту бойынша. Бүгінгі таңда жастарға жаңағы IT технологиямен, байланыс технологиямен, жасанды интеллект туралы оларды жаңағы тарату, кең таратып, оларға түсіндірме жұмысын жүргізу керек. Бұл жерде енді бәріміз білеміз, Маңғыстау облысы мұнайлы жер болғандықтан, тек қана мұнайшы емес, болашақта бұл одан да үлкен жетістіктер әкелетін, одан да көп жақсылық әкелетін бұл жаңағы білім
интеллект, жасанды интеллект келе жатқан, соны жете мамандар өздері игере білсе, соны пайдалана білсе, соны дамыта білсе, ол жаңағы айтады ғой, конкурентная способность. Бүкіл ел деңгейінде, мемлекеттер деңгейінде қажетті мамандар бар болады. Сондықтан олармен сөйлесу, жаңағындай жарыс ұйымдастырады, хакатондарға қатысып, сонымен қатар олардың жаңағы дарын жастарды көру мақсатында олардың мемлекеттік госэкзамендеріне қатысамыз, көреміз. Барлық колледждер мен университетпен жаңағы дуалды обучение бойынша меморандумдар жасадық. Олар кеп тек қана оқу емес, тікелей жұмысқа көрсін, олардың дарынды балалар бар ма екен, жаңағы бізде бар оптика талшықты дәнекерлеу дейді, сварка оптика волокна. Сол жұмыстармен қалай жұмыс істейді екен, жаңағы модемдерді құру, оны бөле білу тараптарға. Сол жұмыстарды тікелей жұмыс жасайды. Ол тек практика іс жүзінде асырады. Сондай жұмыстарды қарап жатырмыз. Жалпы жастардың бұл салаға қызығушылығы жақсы деп бағалайсыз ба? Әрине, жаңағы айтып өткендей, бұл енді келешек, болашақта немене дамиды, болашақта немене басты қойылады. Біздің ел президентіміз мырза айтып кеткендей, жаңағы жасанды интеллектке, цифровизация, соңғы 5 жылда біз цифрланған мемлекетіміз деңгейін көтеру керек. Келісемін, ол үшін маман керек, ол үшін жасайтын адамдар керек. Сондықтан ол бірінші орындағы мамандықтар деп ойлаймын бүгінгі таңда. Байланыс саласында жаңашылдықтар енгізу кезінде қандай қиындықтармен жиі кездесесіздер? Енді ең бірінші кез келген жаңалық енгізген кезде ең бірінші психологиялық. Адамдар жұмыста болсын бір жаңа нәрсе енгізсе, қорқыныш адамдар. Жаңа фобия дейді ғой. Жаңағы бір жаңалық енгізсе, адамдарды бірінші оны қауіптеніп қабылдайды. Бұл бізге қандай кері әсері бар екен деп. Сондықтан ең бірінші кездесетін фобия ғана. Ал қалғаны енді адам үйренеді, үйрету, одан кейін процесс жаңағы басшының біліктілігіне, өзінің жаңағы практикасына, өзінің жаңағы біліміне байланысты кісілерге дұрыс түсіндірме жұмысын жүргізу білу керек. Сенімділік жаңағы айтқандай. Қазіргі заман басшысы бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Ең бірінші жаңа әділдік. Әділдік болу керек. Әр нәрсені әділдікпен шешіп, сенімділік. Егер жаңа команда дейміз ғой, кез келген басшының маңайында команда, оның коллективі. Ол сенімділікпен қарау керек. Егер шешімің әділ болса, сеніммен қараса, олар сезінеді, адам дегеннен түйсікпен сезінеді ғой. Ол егер сезінсе, сіздің дұрыс ниетпен, бәріне қоғамға деген жақсылықпен, дұрыс оймен келген адам сезсе, бәрі сөзсіз сіздің артыңыздан жүреді. Басында түсініспеушілік болса да, алайда сендіре білу керек. Сол негізгі әділдік, сенімділік. Ал ірі жүйені басқарудағы қиындықтары мен оның шешу тетіктерін қалай табасыз? Қиындықпен бетпе-бет келген кезде қалай шешесіз? Бетпе-бет келгенде қиындықпен ең бірінші жаңағы стрессоустойчивость дейді ғой, жаңа айтып отырған қандай басшы болу керек, ол стрессоустойчивый, эмоционально дейді ғой, төзімді болу керек. Әрқашан біз енді телекоммуникация саласы ол эмоция емес, бұл санмен, жаңағындай есеппен, аналитика жасалатын нәрсе. Сондықтан қандай қиындық болмасын, ол қиындық емес, ол былай айтқанда шешімін таба білу керек. Оны білімділік болу керек, жаңағындай команда бірлесіп шешу керек. Жаңағы сенімді командаң болса, айтады ғой, көп адам бірігіп алмайтын қамал жоқ. Сондықтан ол жаңағы қасыңдағы мықты командаңмен білім бірігіп алмайтын қамалы жоқ деп жақсы айтқан, соны ойлаймын. Сіздің ойыңызша Қазақстанның цифрлық болашағы қалай дамиды? Сіздің компанияңыз алдағы 5-10 жылда қандай жетістіктерге жетеді деп ойлайсыз? Енді жалпы Қазақстанның сенімі мол, өйткені жаңағы айтқан көптеген технологиялар, жаңа бір қызық жағдай. Осыдан бір жыл бұрын шетелде отырыста бұрынғы СНГ құрамында болған Өзбекстан, Әзербайжан, Армения өкілдерімен мемлекетінің сөз жүргізу, жаңағы әңгімелесу барысында олар Қазақстанға көп қызығушылық білдірді.
Біздегі жаңағындай біздің жеке құжаттарымызды алу тездігі, банк жаңа ақша ауысымы қалай өтеді. Соның бәрін қызығушылық тудырып, біздің бір қуантқаны деңгейіміз көптеген елге қарағанда жақсы дәрежедеміз. Егер осыны ұстанып, ары қарай дамытсақ, ол көптеген жетістікке жетуге бізді жетелейді. Ол жаңағындай жеке компания келетін болсақ, Транстелеком компаниясы өзінің негізгі ұстанымы жаңа жасанды интеллектке үлкен бет бұрып, жаңадан жобалар жасап жатыр. Ол адам өмірін жеңілдетуге бағытталған күнделікті жұмыс барысындағы жаңағындай жұмыскерлерді жұмысқа қабылдау кезінде HR өзінің көптеген резюмелерді қарау керек, оны жаңа жеңілдетіп, егер бағдарламаға енгізген кезде біздің жасанды жүйе ол өзінің основной критерий дейді ғой, негізгі талаптарына сай сізге 10-15-дің ішінен таңдап, нақты кісілер таңдап береді. 1000 резюме ма, қанша резюменің ішінен өзі қарап, таңдап, сізге қажеттілігін әкеп береді. Сонымен қатар жаңағыдай жүк тасымалдау саласында да жасанды интеллект бойынша көмектесіп, күнделікті құжат айналымы бойынша да жасанды интеллект қажетті құжатты көп іздеп отырмай, нақтылы уақытта, бірер секундта тауып беруге мүмкіншілік жасайтын жасанды интеллект түрлерін жасап жатырмыз. Содан басқа дата-центрлер, өздеріңіз білесіздер, Транстелеком компаниясының үлкен жаңа дата-центр деп бір сөзбен айтқанда, құжаттарды сақтайтын орын. Егер кезінде библиотека болып оларды сөрлерде сақтаса, қазіргі таңда бәрі ақпараттық инфрақұрылым болғандықтан, оның бәрін сақтау жері, қою жері, ол жаңағындай дата-центр дейді, ол арнайы қамтамасыз етілген ақпарат жоғалмау үшін. Оның өзінің жаңа ылғалдылығы, температурасы, қажетті тоқ көзі бәрімен толыққанды қамтамасыз етілген орын деп айтуға болады. Сондықтан ары қарай облачный хранениялар жаңағы, ары қарай жүйелер, сол сияқты Қазақстан дамуына көптеген ыңғайлы жағдайлар бар. Ары қарай тек қана білікті азаматтар керек. Ал енді өзіңізге ойсақ, жұмыс пен жеке өмірдің балансын қалай сақтайсыз? Іскер адам ретінде өзіңізге демалыс сыйлайтын сәттер бола ма? Иә, жаңа жеке деген енді ол жеке бас жанұя болып саналады ғой. Ең бірінші адам жанұя болып саналғанда отан отбасынан басталады дейді. Ең бірінші жаңағындай бізге тепе-теңдікті үйреткен, адамгершілікті үйреткен жаңағы бүгінгі болмысымыз ол ең бірінші алғыс ата-анамызға. Ата-анамыздан келген тәрбие, ол анамыздан келген мейірмандылық, кең жүректілік болса, әкемізден келген жаңағы ер мінездік, өзінің ер жігіт сөзіне жауап беру, жұмысына жауап беру сияқты негізгі көрсеткіштер ол ата-анамыздың тәрбиесінен күнделікті үйреткен бізге дарып отыр. Әжемнің айтқан сөздері, жас шағымызда әжем ертегілерінде өзінің сөздерінде айтып отыратын, адам жаман адам болмайды, тек қана жаман адам біреуді көрсең, демек сен өзің жамансың, жаман адам жақсыға тарту керек деп. Содан бір айтатын ертегілерінде өз бәріміз білеміз, қай кездің халық ертегісі болсын, жаңағы патшайым болсын, патша болсын, қыдырып жүріп, или бір қандай қиындық түскен кезде аюмен сөйлеседі, қасқырмен сөйлеседі, түлкімен сөйлеседі. Бірақ ол түлкінің сөйлеген емес, бізге үйреткен ол түлкі сияқты адам болады, қасқыр сияқты адам болады, аю сияқты адам болады. Егер соның бәрін тілін тауып, дұрыс бағытқа барған адам жетістікке жетеді. Оны енді ертегілердің соңында да солай көрсеткен. Сондай философия дейді ғой, сондай тәрбиемен өскенбіз, адамгершілікке бағытталған. Одан кейін әрине ер адамның артында әйел адам тұрады. Ол екінші біздің үйдегі жарымыз. Ол кісінің жаңағы бізге дұрыс қарауы, үйдің жаңағы ауа райын дұрыс сақтауына байланысты. Адам мен демалатын уақыт сол бала шағасымен бір уақыт отырып, солармен қыдырып, солардың қастарында болу, ол өзі демалыс сыйлайды. Спорт жағына келетін көптеген спорт түрлері бар, алайда мен енді айтатыным жаңағы өзіміздің жақсы ойлар келетін адам серуендеу керек көп. Серуен өзінің жаңағы енді денсаулық сақтау жағынан да көптеген ұсыныс, жаңағы көптеген ғалымдардың айтуы бойынша дәлелденіп отыр. Сонымен қатар адам жүрген кезде басыңа кислород келеді, бір сөзбен айтқанда, одан жақсы идеялар өзіңмен өзің қалып, жаңағындай өзіңе сабақ, өзіңе жаңағындай есеп беріп жүріп біраз. Ол жан-жақты пайдалы деп ойлаймын. Негізі өзім бос уақытта жаңағы біраз бассейнге барып мал тиеміз, ол да өте жақсы. Алайда жаяу жүру септігі өте көп. Ол кез келген кезде қай қалаға барсаң да, қай жерде жүруге мүмкіншілік бар. Спорт зал да керек жоқ деген сияқты, шығын да керек емес. Тегін тренажер, жаяу жүру деп ойлаймын. Соңғы жылдары интернет трафикінің көлемі айтарлықтай артты.
бұл байланыс операторларының инфрақұрылымына қалай әсер етті? Интернет трафигінің артуы бізге жаңағындай сапаны көтеруге, жұмыс істеуге, жаңа технологияларды білуге, ары қарай біздің ескі жабдықтарды жаңартуға, конкуренцияның жаңағы пайда болуы, ол адам өміріндегі жаңа айттық қой, мыстан талшыққа өттік. Соның бірден бір себебі жаңағындай көптеген трафикті көтеру, көптеген трафикті жеткізу, көптеген трафикті адамдарға жеткізу қажеттілігіне орай туындап отыр. Ертең бір сөзбен айтқанда, егер біз метпен 4 мегабит алып отырсақ, қазіргі таңда 1000 бере аламыз. Ол жаңағы жабдықтардың жаңаруы, үлкен трафик болуы бізді жаңағы дамуға жетелейді. Байланыс және цифрлық технологиялар саласында жұмыс істейтін маман ретінде пайдаланушылар ең жиі жіберетін қателіктер қандай? Жалпы соңғы уақытта интернеттегі алаяқтық күшейіп тұр. Қазіргі таңда ең кең тараған алаяқтық схемалар туралы айта аласыз ба? Енді жаңа алаяқ туралы айтатын болсақ, біз анализ жасап қарадық та, осы жылдың басында өзіміздің мамандармен бірігіп, акиматпен бірігіп, әкімшілікпен тегін жаңа кибер қауіпсіздік деп атап, кісілерді қандай қателік жібермеу туралы айтады ғой, элементарный, минимальный жаңағы қандай шаралар пайдалану керек туралы сабақтар өткіздік, университеттерде өткіздік. Сонымен қатар бізде IT хаб деген, Маңғыстау хаб деген өте жақсы бастама бар. Сол кісілермен бірігіп көптеген оқу сабақтарын өткіздік. Бұл жерде жаңа айта кететін, ол адамдардың жіберетін қателігі өзінің білмеуі, кішкене сауатты көтеру керек. Әр адам хабарласқан кезде оның неге ақпаратты беріп қояды. Өйткені ешкім олардың ақпаратынсыз, олардың ақпарат беруінсіз ешқандай шара жасай алмайды. Олардың мошенниктер жаңа айтып отырсыз, схемасының ең бастысы, былай қарасаңыз, эмоционально әсер ету. Біріншіден, ең бірінші бұл кісілердің схемасы жаңағы, қалай енді айтса болады, адамдардың кішкене ашкөздік деп айтқан, қалай қате кете ма, мошенниктер тез ақша табам деп ойлағанға әсер етеді. Айтады, міне сіз миллион алайын деп тұрсыз, немесе міне біз бірден ұттыңыз, сондай бір біраз оңай ақшаға жүгіріп кеткендік. Екіншіден, қорқыныш сезімі. Жаңағындай сіздің балаға бірдеңе болды, немесе сондай қорқыныш, соның эмоциональный тұрғыда әсер етеді. Сол кезде адам алдын ала ақпараттандырылған болса, біледі, қандай іс-шаралар жасау керек, ешкімге ешқандай цифр бермеу керек. Одан кейін ортақ колл-центр дейді ғой, Қазақстан бойынша колл-центрге звондап білуге болады. Осындай болып жатыр ма, былай болып жатыр ма деп. Сол цифрлық сауаттылықты арттыру керек. Жаңа біздің дамуымыздағы ең бірінші тағы бірден бір себеп, ол мәдениет, жаңа пайдаланушының мәдениеті. Адам өзінде интернет үйді пайдаланған кезде, ол білу керек, жаңа қауіпсіздік қандай болу керек, кибербезопасность, информбезопасность. Жаңа айтып атамыз цифровизация, кибербезопасность деп айтамыз, ол бұлай күрделі сөз сияқты, алайда бұл күнделікті пайдаланып жүрген нәрсеміз. Телефонымызды біз алған кезде бұғаттақ қоямыз, каспиімізді бұғаттақ қоямыз, соның цифр қоямыз, не жаңағы сурет қоямыз, соның өзі жаңағындай шрифование, шрифт жазып қоямыз. Тура сол қауіпсіздіктен кибербезопасность деген сол. Бұл біз енді күнделікті компьютерімізді қоссақ та жаңағындай пароль қоямыз, соның өзі информбезопасность. Сол кезден сіз өзіңіздің карточкаңыздың паролін бермейсіз. Сол сияқты тырысу керек, бермеуге, жаңағындай қандай сізге SMS келді, қандай пароліңіз бар дегенде, соны ешкімге бермеуге тырысу керек. Эмоцияға берілмеу керек. Салауатты, жаңағы білу керек, адамның жаңағы айтады ғой, цифрлық сауатты болуымыз керек, тырысуымыз керек тек қана. Адамның әр өзінің қолында, ешкім оған сырттан келіп көмектесе алмайды. Сол мезетте эмоцияға берілмей, өз-өзін қолға жинап, әсер етіп отырған кісіге қарсы сұрақтар қойып, не болмаса тұра тұрыңыз деп ойланып,
шығып, жаңағындай колл-центрдан білуге мүмкіншілік болу керек. Банкілердің колл-центрі бар, жаңағы 114 деген жаңағы көбіне сообщение келеді деп, жаңағы мемлекеттік қызмет түрлерін беретін. Соған колл-центріне звондап, анықтама түрде біліп жіберуге болады. Барлығы қолжетімді дейсіз ғой қазір? Бүгінгі таңда технологияның дамуына байланысты бәрі қолжетімді. Тек қана сол мошенниктердің әсер ететін эмоциональный адамдарға әсер етуге тырысады. Егер адамдар, қарапайым тұрғындар алданып қалған жағдайда, сол алаяқтарды іздеп табу мүмкіндігі қаншалықты жоғары? Ол енді өте төмен болып қойғаннан кейін. Ол енді көрдіңіз бе, жаңа цифрлық дамуға байланысты өзінде жаңағындай кемшіліктері бар. Бірақ алайда ол қауіпсіздікті сақтау адамдардың өздерінің жаңа айтып отырғандай қолында. Ешкім олардың сыртынан ештеңе істей алмайды. Ол жаңағы тырысу керек, сауаттылық, ол көбіне жаңағы мемлекет деңгейінде, жаңағы оқу орындар деңгейінде, қай жерде бір мекемелердің деңгейінде сабақтар өткізу керек, жаңағындай сауаттылықты арттыру керек, мәдениетті арттыру керек, жаңағындай пайдаланушы мәдениетін арттыру керек. Әркімнің қолында енді деп ойлаймын өзінің негізі. Болған іс болғаннан кейін бәрібір ештеңе жасау мүмкін емес дейсіз ғой? Иә, болған іс болғаннан кейін кішкене қиындау. Оны енді біреудің көріп, оны іздеп болып кеткеннен кейін қиындау. Қазақта жақсы сөз бар. Көршіңді ұрма деме, өзің сақ бол деген. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ, әрқашан сақ болу керек. Егер уақыт машинасы болса, 2007 жылдағы өзіңізге қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Ақыл кеңес ол жаңағы қайтпау керек, қойылған мақсаттан ізденісте болу керек, әрқашан жаңағындай білім алуға тырысу керек, білім алу әрқашан аздық етпейді, жан-жақты болу керек, тырысу керек. Сол беткі ұстаған мақсаттан қайтпас қайсарлық мінез болу керек. Басшыға да керек мінез. Басшыға да мінез керек, міндетті түрде. Барлық жерде керек, беткі ұстар, ол жаңағы студент болсын, басшы болсын, біз бәріміз үйренуден, оқудан жалықпауымыз керек, дамудан. Сондықтан даму деп ойлаймын, бет қайтпау керек әрқашан. Сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз.